Сәлеметсіздер ме? Бүгін 2026 жыл 11 июнь. Бүгін біз Андижандағы саулам тұрмыш клиникасындамыз. Бүгін біз бір пациентімізбен сұхбат алып бара жатырмыз. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық, сіздермен бүгін сұхбатымызда сіздерде қандай өзгерістер болып жатыр? Келген кездеріңізде қандай еді? Қазір қандай өзгерістер бар? Бізбен бөлісе аласыз ба? Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Менің атым Әсел, қызымның аты Назым. Біз Қазақстаннан келдік, Алматы қаласынан. Біз бұл клиникада емделіп жатқанымызға примерно 3-4 жыл болды. Әр 3 айда біз ем алып тұрамыз. Өзгеріс бойынша самый глобальный өзгеріс ол бізде қызымыздың судорогасы тоқтады. Ал ол біз үшін ең маңызды результаттардың бірі деп айтамын. Біз қазір ұйқы деген нәрсені не екенін біліп бастадық, потому что менің қызымның ұйқысы түзелді. Содан кейін көзқарасы пайда болды. Ақыл есі енді келе жатқаны уже бізге белгілі болады. Жан-жағындағы адамдарға өстіп былай қарайтын болды. Кімнің келіп, кімнің кетіп жатқанын танып бастады. Аллаға шүкір, тіл көзім тасқа. Содан кейін бізде қандай өзгерістер бар? Мына қолымдағы мынандай нәрселері азайып жатыр. По мелочи өзгеріс өте көп. Шынымен де доктордың айтқаны бізде результат болады, бірақ өте ұзақ болады деп айтқан. Өйткені бізде бір емес 3 диагноз бар. Еще генетически өте ауыр диагноздардың бірі бізде. Но оған қарамастан бізде результаттар болып жатыр. Соған шүкіршілік етіп жатырмыз. Өйткені бізде Турция мемлекетінде бала өмір бақи жатып инвалид болады деген. Қазір болса қарағандарыңыздай, Аллаға шүкір, қызымда өзгерістер болып жатыр. Так что егер сіздер келуді ойластырып жатсаңыздар, или іштеріңізде бір уайым болып жатса, неге менде результат болмай жатыр, неге не болып жатыр деп егер ойланып жүретін болсаңыздар, ойланбай келсеңіздер болады. Өйткені профессор доктор Жалилов шынымен де өте білікті маман ретінде өзін көрсетті. Еще Өзбекстанға келген кезде тіл білмей қиналам деп ойламаңыздар. Өйткені бұл жақта сотрудниктар, медсестра, врачтар сіздерге точно көмектесе алады. Тамақтары жақсы, бұрынға қарағанда өте жақсы болды. Бүткіл медсестралар өте обходительный, көңілінен шығатындай жақсы медсестралар. Сол енді алда уақытта аяққа тұрып сөйлеуімізге Аллах нәсіп етсін деп қойыңыздар. Сіздер қандай дәрілер ішіп жатсыздар, соларды айтып өтсеңіз? Бізде дәрілер мезакар. Қазір бірақ карбамапазинді ішіп отырмыз, өйткені мезакар қазір Өзбекстан мемлекетінде жоқ болғандықтан. Сосын біз ішеміз кепра, сосын біз ішеміз бензонан. Әр келген кезде біздің врач өзіміздің доза лекарств корректировать етеді. Одан бөлек бізде панкрорайт, эпикурайт, неврорайт, нефрорайт и согломичак ішеміз. Сол шөп дәрілердің арқасында көп бізге өзгерістер болып жатыр. Өйткені жаңағы судорогқа қарсы дәрілер баланың іш құрылысын зақымдайтын болса, ал біздің доктордың шөп дәрілері сол ішкі органдарды защитить етеді деген сөздерден кейін обязательно сол дәрілерді ішеміз деп шештік. Докторымызға қандай рахметтеріңіз бар? Енді әуелі Аллаға сансыз шүкір мені осы жерге алып келген үшін. Екіншіден доктор Жалиловқа сансыз рахметімді айтамын. Енді ол рахметті мен сөзбен жеткізе алмаймын. Өйткені ол кісі бір айтарым өте мейірімді, өте честный, сондай еңбекқор докторлардың бірі. Ақшаға құнықпаған, өйткені оның бірінші ойы ол балаларды, осындай балалар азайғанын қалайды деп ойлаймын. Өте жанашыр адам. Егер қолынан ем істей алмаймын, мен емдей алмаймын десе, ашығын айтып, мен емдей алмаймын деп айта алатын нағыз білікті маман деп білемін. Рахмет сізге сұхбатыңыз үшін. Рахмет. Алла шипа берсін бәрімізге. Рахмет. Сау болыңыздар.